сабақтың тақырыбы ғұн тайпаларының бірігуі. Оқу мақсаттары: ғұндардың қоныс аудару бағыттарын тарихи картадан көрсету. Ежелгі мемлекеттік бірлестіктердің құрылуын түсіндіру. Зерттеу сұрағы: неге Мөде және жер мемлекеттің негізі деді? Ғұндардың шығуы туралы мәлімет. Ғұндардың этникалық тегі туралы мәселе әлі анықталып біткен жоқ. Зерттеушілердің көпшілігі оларды түріктердің арқаталары деп болжайды. Шаруашылықтың біртіндеп дамуы, тұрмыстың біршама ортақтығы, этникалық жақындық, саяси тәртіп факторы Орталық Азияда ертедегі таптық ірі бірлестіктердің құрылуына әкеліп соқты. Олардың уақыты жағынан алғашқылары сюнну болды. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдың аяғында Қытай деректемелерінде пайда болған сюнну атауы тегі әртүрлі тайпаларды біріктірген және Тынық мұхит пен солтүстік Қытайдан Алтай мен Жетісуға дейінгі аймақта, ал кейіннен одан әрі батысқа да ары-тұры таралып отырған саяси құрылымға қатысты болды. Ғұндардың құдіреті тасып тұрған кезде олардың бірлестігіне басқа бірнеше тайпалар қосылған. Сондықтан ғұн атауы этникалық болудан гөрі саяси одақ атауына қарай айналыңқыраған. Ғұн тайпаларының бір одаққа бірігуіне негізгі себеп Қытайлардың бұларға қарсы 4 ғасырға созылған кескілескен соғысы болу керек. Ғұндар туралы алғашқы деректер біздің заманымыздан бұрынғы 4-3 ғасырларда Қытайдың солтүстігіндегі көшпелі тайпалардың топтасуы нәтижесінде 2 тайпалық бірлестік сюнну және дунху тайпалары қалыптасты. Мұндағы сюнну тайпалары өз заманындағы тарихи оқиғаларға белсене қатысып, көршілес елдердің тарихына ықпал жасады және олардың кейінгі дамуында да айтарлықтай рөл атқарды. Ғұндардың саяси тарихы. Ғұндар бір кезде Азия мен Шығыс Европаны мекендеген ең ежелгі халықтардың бірі болды. Әртүрлі тарихи деректерде ғұндардың рулық және тайпалық бірлестіктері әрқилы аталды. Тарихта ғұндар құрған ірілі ұсақты мемлекеттер белгілі. Осыған орай олардың ішінде ғұндардың ең үлкен, ең танымал 2 империясы зор тарихи із қалдырды. Олардың біріншісі қытайлықтар Томан Шанью деп атаған Тұман мемлекеті. Ол өмір сүрген кезеңде ғұндар мемлекеті әжептәуір әлсіреді, бірақ оның мұрагері құдіретті Мөде мемлекетті айтарлықтай нығайтты. Ел шекарасын империя деңгейіне дейін кеңейтіп, сапалық өзгерістерді жүзеге асырды. Ол ғұндардың үлкен мемлекетін біздің заманымыздан бұрынғы 209-176 жылдар аралығында биледі. Бұл ғұндардың шығыс империясы еді. Екінші империя Еділ патша мемлекеті. Оның заманында ғұндар Дунайдан бастап Сырдарияға дейінгі шығыс Европаны мекендеген аумақ пен халықтарды иеленді. Бұл мемлекет ғұндардың батыс империясы деп аталды. Біздің заманымыздың басында Қазақстан аумағын мекен еткен тайпалардың ең жауынгер халқы ғұндар болды. Ғұндардың жауынгер билеушілерінің бірі Аттиланың есімі ерекше болды. Қазақстан жеріне ғұндар біздің заманымыздан бұрынғы 1 ғасырдың басында қоныстанды. Ғұндар бірлестігінің негізін салушы Мөде болды. Ол деректер бойынша біздің заманымыздан бұрынғы 230-174 жылдары өмір сүрген. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырда ғұндардың билеушісі Мөде үйсіндерге және Қытай аумағының біраз бөлігіне билік жүргізеді. Осы кезеңде Мөде туралы бір аңыз айтып кетейін деп отырмын. Мөде дунху тайпаларының жерін шабуылдап басып алғаннан кейін дунхулар Мөдеге 3 рет елшілік жібереді. Оның бірінші елшілігі Мөденің ең жақсы жүйрік атын сұрайды. Осы кезде Мөде көршілес отырған көршімізден не аяймыз, берейік бір атты дейді. Сөйтіп ең жүйрік атын береді. Екінші рет елшілік келіп Мөденің ең сұлу әйелдерінің бірін сұрайды. Сол кезде Мөде көршілерімізден бір әйелді аяймыз ба, берейік дейді. Үшінші рет келіп Мөдеден мына бір жатқан жерлерің бос, ештеңеге керексіз екен, соны беріңдер деп сұраған кезде Мөде қатты ашуланып, алдыңғы екеуі менің жекеменшігім болған, ал жер мемлекеттің негізі деді. Сондықтан ол қандай жер болса да ешкімге берілмейді деп дунхуларға шабуыл жасап, олардың бүткіл аймағын басып алады. Яғни
Қытай аумағының біраз бөлігіне билік жүргізеді. Біздің заманымыздың 1 ғасырында, яғни 55 жылы ғұндар екіге бөлінеді. Оңтүстік ғұн мемлекеті Қытайлардың қол астына кіреді, ал солтүстік ғұн мемлекеті қазіргі солтүстік батыс Моңғолия жерін мекен еткен. Олардың билеушілері Чжи Шанли болады. Чжи бастаған ғұндар Ыстықкөл маңында Қытай әскерлерінен жеңіліп қолға түседі. Ғұндар біздің заманымыздың 93 жылдан бастап екінші рет Мажарстан жеріне дейін қоныс тебеді. Міне балалар, біз бүгін сіздермен ғұндар мемлекеті туралы біраз мәліметтер алдық. Енді үйге тапсырма. Оқулық мәтінін пайдалана отырып, мөдеге мінездеме жазасыздар. Мінездемеге көмектесетін сұрақтар: тарихи тұлға қашан, қай елде тұрды? Өз ісінде қандай мақсат көздеді? Жеке басының қандай қасиеттері болды? Ойлағанына жету үшін қандай мақсат амалдар қолданды? Іс-әрекетін қалай бағалауға болады? Тыңдағандарыңызға рахмет.